Жаңа жыл тойланбауы мүмкін. Сәлеметсіз бе, шұғылы және маңызды хабарламаларды жіберіп алмау үшін қазір лайк басып, жазылуды ұмытпаңыз. Түркменстанда балабақшалар мен мектептерде жаңа жылдық шаралар өткізілмейді деп хабарлайды Ел-Кезет ақпарат агенттігі. Сондай-ақ, жергілікті жерлердегі әкімшілік ғимараттар мен кеңселердің алдында шырша орнатуға да рұқсат етілмеді. Билік өкілдері бұған қатысты әлі түсініктеме берген жоқ. Хроники Түркменстана басылымына хабарлауынша, биыл Түркменстанда жаңа жыл қарсаңында діни тенденциялар күш алып тұр. Имамдар мешітке келушілерге мұсылмандарға жат мерекені атап өтпеуді уағыздауда. Базарларда шошқа еті сатылымын шектеп, ал ведомстволық ғимараттар алдында орнатылған шыршалар керісінше алынып тасталып жатыр. Дегенмен өткен жылы керісінше ғимараттың алдына, сондай-ақ ішіне де, яғни 2 шырша орнату тапсырылған. Осыған қарамастан Түркменстан халқы әдеттегідей жаңа жылды қарсы алуға дайындалып жатыр. Саудагерлер полицейлердің өздеріне 31 желтоқсанда кешкі сағат 10-нан кейін алкоголь сатуға тыйым салынатынын ескерткенін айтып шағымдануда.